Сәлеметсің бе, құрметті оқушым. Сонымен математика пәнінен 81-ші сабаққа да келіп жеттік. Бүгінгі сабақта жалпы осы мәтіндік есептер бойынша барлық алған біліміңді пысықтайтын боласың. Яғни есептер шығаратын боласың. Сонымен алғашқы тапсырма, бірінші тапсырма. Оқулығыңда қарай ғой бірінші тапсырмаға. Есептің берілгенін оқиық. Есептердің қысқаша жазылуын тап. Оларды шығар. Мұнда А және Ә есептері берілген. Осы екі есепті оқи отырып, төменнен оларға сәйкес келетін есептің қысқаша жазылуын табуымыз керек. Ендеше А есебін оқиық. Күрестен жарысқа бір ауылдан 10 адам, ал екінші ауылдан одан 3 адам кем келді. Екінші ауылдан неше адам келді? Күресте отырғанымыз спорттың бір түрі суретте көрсетілген. Осы күреске бір ауылдан 10 адам келді дейді. Ал екінші ауылдан қанша адам келгені белгісіз, сондықтан да біз екінші ауылдан неше адам келген табу керекпіз. Бұл есепте бірінші ауылдан келген адамның саны белгілі, екінші ауылдан келген адам саны белгісіз, бірақ алғашқыдан үшеуі кем дейді. Осыған сәйкес келетін сызбаны тауып көрші. Осы есепке қай сызба сәйкес келуі мүмкін? Келеді. Әрине, төртінші сызба сәйкес келеді. Ендеше есептің қысқаша жазылуын жазып көрейік. Сонымен, бірінші ауылдан келген адамның саны белгілі 10 адам, сондықтан да бірінші ауылдан келген адамның санын жазып қоямыз. Екінші ауылдан келген адамның саны белгісіз, бірақ 3-ке кем. Қайсынан кем? Бірінші ауылдағы адамдардың санынан 3-еуі кем. Кем деген аз дегенді білдіреді. Енді осы есепті шешіп көрейік. Сонымен, кем болған жағдайда адамның саны азаяды, Демек, біз сан азаю үшін мұнда азайту амалын қолданамыз. 10-нан 3-ті азайтамыз. 10 мен 3-тің айырмасы 7-ге тең. Бұл есеп адамдар туралы. Сұраққа жауап берейік. Бізге екінші ауылдан неше адам келді деген сұрақ қойды, Жауап береміз. Екінші ауылдан есептің сұрағына толық жауап беру міндетті. Екінші ауылдан 7 адам келді. Келесі, Ә есебіне көшейік. Ә есебі суретте көріп тұрғанымыздай 6 бақанға байланысты. 6 бақан тебуге 6 ұл мен 4 қыз келді. Қыздарға қарағанда ұлдардың нешеуі артық? Бұл есепте өзің көріп тұрғандай, ұлдар мен қыздардың саны да белгілі. Ұлдар 6, қыздар 4 дейді. Сұрақ, қыздарға қарағанда ұлдардың нешеуі артық? Осы есепке сәйкес келетін сызбаны тауып көре ғой. Екеуі де белгілі болған жағдайда. Әрине, үшінші сызба сәйкес келеді. Ендеше есептің қысқаша жазылуын қарастырайық. Сонымен, бұл жерде бізде бұл есепте белгілі сандарымыз 6 және 4. 6 ол ұлдардың саны, 4 ол қыздардың саны. Сұрақ, қыздарға қарағанда ұлдардың нешеуі артық? Көріп тұрғаныңдай, ұлдар қыздардан көп. Сондықтан да олар қанша артық екен табуымыз керек. Ережені еске түсіре ғой, артық немесе кем санды табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Бұл есептің шешуін мұнда жазайын, сен дәптеріңе жазасың. 6-дан 4-ті азайтамыз. 6 мен 4-тің айырмасы 2-ге тең. Сұраққа жауап берейік. Қыздарға қарағанда ұлдардың нешеуі артық? 2 ұл артық.
ұлдардың екеуі артық деп жауап береміз, иә. Міне, бұл есепті осылай шығарамыз. Ары қарай келесі есеп, екінші есеп. Тапсырмада былай дейді: есепті шығар. Суретке назар аудара ғой. Суретке қарап есептің мазмұнын болжап көр. Есеп не туралы? Әрине, дастархан туралы. Ендеше есептің берілгенін оқиық. Әжей қонақтарға арнап дастархан жайды. Әлия дастарханға 8 тәрелке, 6 кесе қойды. Кесенің тәрелкеге қарағанда нешеуі кем? Кері есеп құрастырып, оны шығар дейді. Алдымен мына есепті шығарып алайық. Сонымен, бұл есеп ыдыстар туралы, яғни тәрелке және кеселер туралы. Екеуінің де саны белгілі. 8 ол ненің саны? Ол тәрелкенің саны. 6 ол ненің саны? Ол кеселердің саны. Кесе 6. Сұрақ: қайсы кем? Кесе кем. Ендеше кесе тәрелкеден қаншаға кем екенін табуымыз керек. Шешуі: жоғарыдағы ережеде айтылғандай, артық немесе кем санды табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 8 бен 6-ның айырмасы 2-ге тең. Сұраққа жауап береміз. Кесенің тәрелкеге қарағанда екеуі кем. 2 кесеге кем. Енді осыған кері есеп құрастырып, оны шығар дейді. Кері есепті дәл солай жасауымызға болады, жазуымызға, бірақ бұл жерде есептің сұрағын өзгертеміз. Белгілі деректерді дәл солай қалдырамыз. Тәрелкенің саны 8, кесенің саны 6. Сұрақ: кеселерге қарағанда тәрелкенің нешеуі артық? Қайсы артық? Тәрелке артық. Кеседен тәрелкенің нешеуі артық? Ол үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 8 бен 6-ның айырмасы 2-ге тең. Сұраққа жауап берейік. Тәрелкелердің кеселерден екеуі артық. Бұл екі есеп өзара кері есеп, себебі ондағы белгілі деректер бірдей, есептің сұрағы әртүрлі. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма. Үшінші тапсырмада былай дейді: суретте көрсетілген тәрелкедегі бауырсақтардың санын жаза отырып салыстыр дейді. Біз артық, кем, тең ұғымдарын білеміз. Бірі екіншісінен артық болған кезде осы таңбаны қоямыз, я, кем болған жағдайда былай қоямыз. Мұны мен қолтырауынның аузы деп келтіретінмін. Қолтырауынның аузы тек үлкен сандарды жейді. Сонда қарай ғой, мұнда біз кіші сандарды жазуымыз керек, мұнда үлкен санды жазуымыз керек. Мұнда да дәл солай. Сонымен санайық. Бірінші тәрелкеде неше бауырсақ бар? Бірінші тәрелкеде 50 бауырсақ бар. Екінші тәрелкеде неше бауырсақ бар? Екінші тәрелкеде 30 бауырсақ бар. Төмендегі бос орынға осы деректі орналастыруымыз керек. Қайсы артық, қайсы кем? Әрине 50 30-дан артық, себебі бірінші тәрелкедегі бауырсақтың саны көп, үлкен сан. Демек, қолтырауынның міне аузы үлкен санды жейтін болғандықтан, біз 50-ді осында жазамыз. Ал 30 50-ден кем болғандықтан, оны бірінші бос орынға жазамыз. Келесі. Мұндағы тәрелкеге қараймыз, яғни үшінші тәрелкедегі бауырсақтың саны қанша? 20 бауырсақ бар. Төртінші тәрелкеде 10 бауырсақ бар. Қай тәрелкеде бауырсақтың саны артық, қай тәрелкеде бауырсақтың саны кем?
Әрине, үшінші тәрелкеде бауырсақтың саны төртіншіге қарағанда артық. Сондықтан да артық белгісі қарап тұрған жаққа 20-ны жазамыз. 20, 10-20-дан кем болғандықтан оны екінші бос орынға жазып салыстыр. Төртінші тапсырмада ауызша есептей отырып орындаймыз. 100 бен 80-нің айырмасы нешеге тең? Ауызша есептей отырып, мұнда өрнектің мәнін табуымыз керек. 100-ден 80-ді азайту үшін ондықтармен санаймыз, немесе ауызша есептейміз. 100 дегеніміз бұл 10 ондық. 80 деп тұрғанымыз 8 ондық. 10 мен 10 ондықтан 8 ондықты азайтамыз. 2 ондық. 2 ондық деп тұрғанымыз 20. 80 мен 10-ның қосындысы. 80 ол 8 ондық, 10 ол 1 ондық. 8 ондық пен 1 ондықтың қосындысы 9 ондыққа тең. 9 ондық дегеніміз 90. 60 пен 40-тың айырмасы. 60 ол 6 ондық, 40 ол 4 ондық. 6 ондықтан 4 ондықты азайтамыз. Мәні 2 ондыққа тең. 2 ондық ол 20 деген. 20-ға тең. 20 деген сөз. Әрі қарай 30 ондыққа 30-ға 30-ды қосуымыз керек. 30 дегеніміз бұл 3 ондық. 3 ондыққа 3 ондықты қоссақ 6 ондық. 6 ондық деп тұрғанымыз ол 60. Немесе ауызша есептеудің тағы бір тәсілі, қосу қажет болғанда алға қадам жасай отырып санауға болады. Азайтқан кезде, азайту кезінде артқа қадам жасай отырып санауға болады. Ендеше осы тәсілмен 70 пен 20-ның қосындысын тауып көрейік. 70-ке 20-ны қосу үшін 70-тен кейін ондықтармен 2 рет сана. 80, 90. 90-нан 30-ды азайту үшін 90-нан кері 30 деп тұрғанымыз 3 ондық қой. Сондықтан 3 рет санайсың ондықтармен. 80, 90, 90-нан кейін 3 рет кері санайсың. 80, 70, 60. 90 мен 30-дың айырмасы 60-қа тең. Осылай әрі қарай барлық өрнектің мәнін ауызша есептеп өзің тауып көр. Соңғы тапсырма оқулықтағы бұл 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада ауызша тапсырма сұрақ қайсысы ауыр дейді. Біз массаны таразымен өлшейміз, кез келген заттың массасын таразыда өлшеу арқылы білеміз. Сонымен мұнда 2 таразы көрсетілген. Біз білетіндей, егерде заттың массалары бірдей болатын болса, таразының басы тең түсу керек. Ал мына суреттерде 2 таразының да басы тең емес. Бұл дегеніміз 2 заттың біреуі екіншісінен ауыр, немесе екіншісі біріншісінен жеңіл деген сөз. Сонымен қарайық, бірінші суретте нені көріп тұрсың? Нелерді көріп тұрмыз? Асқабақ және қарбыз. Енді жауап бере ғой. Асқабақ ауыр ма, әлде қарбыз ауыр ма? Мына суретте асқабақ ауыр. Оны қайдан білдік? Себебі таразының басы екіншіден төмен тұр. Бұл дегеніміз ауырлық төменге қарай көрсетеді, таразының басында. Ауыр тартып тұрған зат басып тұрады. Сондықтан да мына суретте таразы асқабақ қарбыздан ауыр болып тұр. Екінші суретке қарай ғой. Екінші суретте нелерді көріп тұрсың? Қауын және қарбыз. Бұл суретте қауын ауыр ма, әлде қарбыз ауыр ма? Әрине, бұл суретте енді керісінше қарбыз ауыр. Себебі қарбыз тұрған таразы төмен тартып тұр. Енді мына сұраққа жауап бер дейді. Асқабақ ауыр ма, қауын ауыр ма? Әрине, асқабақ ауыр. Себебі қарбыз қауыннан ауыр болғанымен, ол асқабақтан жеңіл. Сондықтан да мына жерде
ең ауыры асқабақ, ең жеңілі қауын. Міне оқулықтағы тапсырмалар реті осындай. Келесі енді жұмыс дәптеріне өтейік. Осы тақырыпқа 81-ші сабаққа жұмыс дәптерде барлығы 2 тапсырма берілген. Соның алғашқысына қарай ғой. Тапсырмада былай дейді: сурет бойынша есеп құрастыр, оны шығар. Суретте нені көріп тұрсың? Иә, әрине, суретте кеселер бар. Ол кеселердің айырмашылығы қандай? Иә, олар қызыл және жасыл түсті. Сонымен осы суретке қарап есеп құрастырып көрейік. Бірінші кесенің белгісі, сипаты, олар жасыл кеселер, бірінші бөлікте тұрған міне. Жасыл кеселердің саны қанша? 4. Ал қызыл кеселер нешеу? Қызыл кеселер 3. Есептің сұрағы былай дейді: жасыл кесе мен қызыл кеселерді қосқанда барлығы неше кесе болады дейді. Есепті шешейік. Барлығын табу үшін біз оларды бір-біріне қосамыз. 4 жасыл кесеге 3 қызыл кесені қосамыз. 4 пен 3-тің қосындысы 7-ге тең. Есеп кесе туралы. Сұраққа жауап береміз. Барлығы 7 кесе. Келесі тапсырма, екінші тапсырмада мысалдар тізбегін есепте дейді. Бұл жерде біреуін көрсете отырайын, екіншісін өзін шығара ғой. Тізбектей отырып, қосып азайтуды орындауымыз керек. Сонымен 0 мен 1-дің қосындысы нешеге тең? 0 мен 1-дің қосындысы 1-ге тең. Енді шыққан 1-ге 5-ті қосамыз. 1 мен 5-тің қосындысы нешеге тең? 1 мен 5-тің қосындысы 6-ға тең. Енді 6-дан 2-ні азайтуымыз керек. 6 мен 2-ның айырмасы 4-ге тең. Шыққан 4-ге 1-ді қосамыз. 4 пен 1-дің қосындысы 5-ге тең. Шыққан 5-тен 3-ті азайтамыз. 5 пен 3-тің айырмасы 2-ге тең. Дәл осылай төмендегі тізбекті өзің орындап көр. Келесі